Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістікке қатысты сұрақтар: не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, өсті, ойнады, сайлады. Заттардың іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар. Ережесін жаттадым. Заттың қимылын, іс-әрекеттерін білдіретін сөзді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді.